Құрметті телекөрермен, кезекте сүбелі сұхбат айдары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Досжанов Шыңғысхан Орнықұлы, Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Рахмет, көңіл күйіміз жақсы. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Енді жақын арада ғана тергеуші форумы 2026 өтті. Бұл форумның негізгі мақсаты қандай? Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті Қызылорда облысы прокуратурасының үйлестіруімен цифрлық тергеушілер тақырыбында тергеуші форумы 2026 іс-шарасын өткізген болатын. Аталған іс-шара бойынша, яғни іс-шараның басты мақсаты болып, осы құқықтық органдар саласындағы цифрлық қылмыстарды ашу, олардың жолын кесу және де оларды болдырмау мақсатында әртүрлі тақырыптағы өзекті мәселелер талқыланды. Жалпы енді форум аясында қандай ұсыныстар ұсынылды? Форум аясында Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2026 жылды цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялаған болатын. Сонымен қатар заң мен тәртіп идеологиясы мақсатында Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігі ақылды тергеуші жобасын, жасанды интеллект жобасын ойлап шығарған болатын. Аталған жоба жалпы 3 бағыт бойынша жұмыс атқарады. Бірінші бағыты жауап алу тергеу әрекеттері, екіншісі күдіктінің іс-әрекетін саралау және сонымен үшіншісі заңсыз айналымда жүрген активтерді қайтару болып. Яғни осы 3 бағыттағы жұмыстарды атқаратын ақылды тергеуші жобасын Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы Кенесары Бағбанұлы осы ақылды тергеуші жобасын барлық форумға қатысушы мүшелерге таныстырған болатын. Яғни осы 3 бағыт бойынша нақты тоқталып өтсем, бірінші жауап алу тергеу әрекеті бұл жауап алатын тұлғаның, яғни тергеу барысына келген уақытта бұл тергеуші барлық болып жатқан тергеу әрекеттерінің барлығын аудиожазба арқылы жүзеге асырып, аудиожазбада орын алған деректердің барлығы жасанды интеллект өзі автоматты түрде қағаз нұсқаға ауыстыратын болады. Яғни бұл дегеніміз жалпы тергеу әрекетінің уақытын 30 минутқа дейін азайтатын болады. Яғни бұл жүріп жатқан ілгерілікті көрсетеді. Екінші бағыт бойынша күдіктінің іс-әрекетін саралау, яғни Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігімен 2600-ге жуық бір жылда күдіктінің іс-әрекетін саралау қаулысы жазылады. Яғни бұл қаулыны жазу мақсатында тергеушінің өзі 10-нан 100-ге дейінгі аралықта жалпы күдіктінің, яғни күдіктіге қарсы көрсеткен 10-нан 100-ге дейінгі аралықта күдіктіге қарсы берілген айғақтарды зерделей отырып, сонымен қатар 10-нан 10 мыңға дейінгі банк анализдеріне талдау жасау және де осы күдіктінің жасаған іс-әрекеттерін дәлелдемелері барлық құжаттарын зерттеп, соның нәтижесінде осы күдіктінің іс-әрекетін саралау қаулысы жазылатын болады. Алайда осы күдіктінің іс-әрекетін саралау жасанды интеллект жобасында осы аталған құжаттардың барлығын сол жобаға жүктеу нәтижесінде барлық күдіктінің жасаған іс-әрекетін дәлелдемелер өздері алдыңызға автоматты түрде шығарылатын болады. Яғни егер де осы күдіктіні ешқандай заттар дәлелдемейтін болса, бұл автоматты түрде бұл жаңағы бағаннан шығарылып тасталатын болады. Сонымен қатар үшінші бұл заңсыз айналымда жүрген немесе қылмыспен алынған активтерді қайтару бөлігінде көбінесе қылмыс жасалған күдікті тұлға өзінің атында болған мүлікті жасыру мақсатында басқа үшінші тұлғаның атына жазатын болады. Яғни бұл қылмысты жолын кесу, ашу мақсатында бұл жасанды интеллект, яғни өзі барлық сол күдіктіге қатысты туған туыстары немесе басқа үшінші тұлғалармен қарым-қатынасы, байланыстарын өзі анықтап, соның атындағы мүліктердің қалай сатып алынғандығы, қашан және қанша бағаға сатып алынғандығын барлығын өзі анықтап береді. Яғни осы ақылды тергеуші жобасы аясында тергеушінің жұмысы, оның атқаратын қызметі едәуір жеңілдейтіндігін алға тартады. Яғни осы жобаны кеше өткен тергеуші форумы 2026 іс-шарасы аясында басшылық барлық қатысушыларға таныстырған болатын. Өте жақсы. Енді жалпы өзіңіз айтып отырған жасанды интеллект, цифрлық делдалдар мен алгоритмдерді қарапайым халыққа қалай түсіндіруге болады? Жасанды интеллект алгоритмдері, бұл алгоритм дегеніміз жалпы қарапайым тілмен айтқанда нұсқаулық деген мағынаны білдіреді. Яғни кез келген жасанды интеллект арқылы жүзеге асырылатын дүниелердің барлығы бұл
айналып келгенде цифрлық технологиялардың дамуына оң әсерін тигізіп отыр. Былай айтқанда, көбінесе республиканың аумағында немесе шетелдегі тыс елдерде болатын қылмыстардың басым көпшілігі бұл көбінесе цифрлық технологиялардың пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Қарапайым тілмен айтқанда, цифрлық делдалдар дегеніміз бұл адам өмірінде, адамның қолданысындағы олардың өмір сүруін жеңілдететін мән-жайлар болып табылады. Мысалы, мобильдік қосымшалар, маркетплейстер, және де қолымызда жүрген ұялы телефондар, QR-кодтар, QR-кодтар арқылы төлем операциялық жүйелердің барлығы бұл делдалдар болып саналады. Ал алгоритмдер дегеніміз осы бағыттағы біз қалай оны жүзеге асыратынымыз бойынша нұсқаулық, яғни жай адамның ақылды нұсқаулығы бұл алгоритм деп аталады. Сол себепті барлық жасалатын операциялардың барлығын жүзеге асырмас бұрын, яғни делдалдарды жүзеге асырмас бұрын, ең алдымен алгоритммен танысып алған жөн деп санаймын. Жалпы енді тергеу саласының қаншалықты маңызды екенін барша халық біледі ғой. Жалпы осы тергеу саласында цифрлық технологиялардың маңызы қанша деп ойлайсыз? Қазіргі таңда цифрлық технологиялар арқылы тергеу жұмыстарын жүргізу, яғни бұл тергеу мен цифрлық технологияның бір-біріне деген ажырамас бөліктері болып табылады. Яғни кез келген қылмыстарды ашу үшін, оларды зерделеп, оларды талдау үшін барлығы цифрлық технологияларды пайдаланып жатамыз. Мысалы, қарапайым тілмен айтқанда, ұялы телефонда болған, ұялы телефон арқылы орын алған қылмыстардың барлығында күдікті немесе осыған қылмысқа бейім тұлға барлық қылмыстар жасағаннан кейін өзінің қолындағы ұялы телефонын дәлелдемелік зат ретінде ішіндегі ақпараттарды жойып тастайды. Ал осындай мақсаттағы әрмен қарай күдіктінің немесе қылмыскердің анықтау мақсатында біз осы ұялы телефонда жойылған ақпараттардың барлығын цифрлық технологияларды пайдалану арқылы ішіндегі барлық ақпараттарды қайтадан жандандырып, оларды жаңартып, біз қылмыстық дәлелдеме ретінде сотқа жолдайтын боламыз. Жалпы енді тергеу тәжірибесінде жасанды интеллект пен осы алгоритмдердің мүмкіндігі қандай? Жасанды интеллект пен алгоритмдер тергеу үшін маңызды құралдардың бірі болып табылады. Неге десеңіз, жасанды интеллект бұл кез келген қылмыс орын алған жерде немесе қылмыс алуға дәлел болған құжаттардың барлықтарын дереу арада уақыттың аз көлемінде есептеп талдап, бұл тергеушіге барлық заттай дәлелдеме құжаттарын ұсынатын болады. Яғни атап айтқанда, кез келген тергеуші өзі қылмыстық болған күмәнді банктік операцияларын жүргізу барысында өзінің бірінші тұлғадан екінші тұлғаға ақша аударымдарының барлығын өзі талдап, фильтр батырмасына салу арқылы жүргізетін болса, ал жасанды интеллект бұл жобалардың барлығы жасанды интеллект арқылы кез келген банктік есеп шоттар автоматты түрде қызыл бағанаға түсіп, күмәнді операцияларды тез табып алуға көмектесетін болады. Жалпы енді өзіңіз айтып отырған цифрландыру тергеу сапасына қалай әсер етеді? Цифрландыру қазіргі таңда қаржылық мониторинг агенттігі барлық қылмыстық жүйелерді, қылмыс болып жатқан орындарды анықтау кезінде көбіне жасанды интеллектті пайдалану арқылы жұмыстарын жүргізуге бет бұрып жатыр. Себебі бұл жаңа айтқанда тергеу әрекеттерін тез арада жүргізуін қамтамасыз ете алады, және де оған сонымен қатар тергеу әрекетінің ұзақтығын болдырмауға өзінің септігін тигізетін болады. Енді өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісе кетіңізші, тергеу барысында осы цифрлық технологияларды қолданған кезіңіз болды ма? Бізде Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінде криминалистика бөлімі бар. Криминалистика бөлімінде IT технологиялар мамандығын меңгерген маман қызмет атқарады. Яғни бұл маман кез келген жаңағы қылмыс орында орын алған деректердің барлығын, яғни цифрлық технологиялар болған қылмыстар, атап айтқанда компьютерлермен, ұялы телефондармен немесе терминалдармен орын алған барлық деректемелердің барлығын жойылған уақытта өзі қайтадан жаңартып, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді. Яғни осы барлық деректемелерді қалпына келтіргеннен кейін, бұны бізге арнайы қатқыл дискке жазып, бізге көшіріп,
өзінің қорытындысына сәйкес ұсынатын болады. Яғни осы қорытындыны зерделеу барысында біз жаңа айтқандай кез келген цифрлық технологияларды пайдаланып әрмен қарай қылмысты ашуға жұмыс жасайтын боламыз. Өте жақсы. Енді жалпы қазір заман талабына сай көп деген салада цифрландыруға өтіп жатыр. Ал тергеу саласы осы цифрлық форматқа толық қашан өтеді деп ойлайсыз? Тергеу саласы қазірдің өзінде цифрлық форматқа уақытымен өтуде. Яғни қазірдің өзінде біршама тергеу әрекеттерінің барлығы цифрлық технологияларды пайдалану және жасанды интеллект жүйелерімен жұмыс жасау арқылы қылмыскерлердің жолын ашып, олардың жолын кесуге жұмыс атқаруда. Яғни қанша жерден жасанды интеллект бұл тергеушіге көмектескенімен, ең соңында шешімді қабылдайтын, шешімді шығаратын адамның өзі болып табылады. Жасанды интеллект бұл сол тергеушіге немесе қазіргі өмір сүріп жатқан тұлғаларға заман талабына сай көмектесуші құрал ретінде қала беретін болады. Енді осы бағытта халық арасында профилактикалық немесе түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Қызылорда облысы және қала тұрғындары мен қала қонақтарында және де осы Қызылорда облысы аумағында оқитын студенттерге, оқушылардың барлықтарына осы жасанды интеллектті кері бағытта пайдалану бойынша және цифрлық технологияларды қалай пайдалану керек, жасанды интеллекттің қазіргі заман талабына сай қолдану секілді бірнеше іс-шараларды ашық түрде барлығына офлайн және онлайн түрде үйретіп жатыр. Яғни осы үйрету барысында көбінесе болатын қылмысқа, яғни қарапайым тілмен дроперлік, яғни бір тұлғаның өзінің банктік есепшотын басқа үшінші тұлғаға беруі деген секілді кез келген қылмыстың болатын санатымен ең соңында болатын оның жазасы туралы түсіндірме жұмыстарын күнделікті жүргізілуде. Рахмет. Енді осы тұрғыда қала тұрғындарына қандай кеңесіңізді айтасыз? Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті Қызылорда облысы және қала тұрғындарының барлықтарына жалпы қылмыстың орын алатын мән-жайларына атап айтқанда өзінің банктік есепшот карталарын басқа тұлғаларға ұсынбауы, банк карта номерлерінің артында тұратын 3 сандық цифрларды басқа біреуге айтпауы, өзі білмейтін сілтемелерге кіріп, соның негізінде ақша қаражаттарын басқа біреуге аудармауы, қаржылық пирамиданың белгілері бар компанияларға салымшы атанбауларыңызды ескертетін болады. Яғни бұлардың барлығы өзіңізге кері зардаптарын әкеліп соғуы мүмкін. Шыңғысхан Орнығұлы, енді бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жеткен секілді, алтындай уақытыңызды бөліп бізді ақпараттандыруға келгеніңізге алғыс айтамыз. Алар асуларыңыз, бағындырар белестеріңіз әлі де көп болғай. Құрметті телегөрермен, келесі кезекте әуезді ән айдары.